Қазіргі толағай табыстардың бәріне елбасының дара көшбасшылығының һәм халқымыздың даналығы мен парасатының, бірлігі мен ынтымағының, отандастарымыздың қажырлы еңбегінің арқасында қол жеткіздік. Қасым-Жомарт Тоқаевтың тәуелсіздікке арнаған мақаласындағы бұл пайым өте дұрыс айтылған дейді қоғамдық келісім мекемесінің басшысы Амангүл Жайылханова. Бүгінгі барымызға елбасының сараптал саясаты негіз болды. Елдің бірлігі мен татулығы септік етті деді ол. Көп ұлтты Қазақстан бұл тұрғыда кез келген мемлекетке үлгі бола алады. Осы қырымен таң қалдырып та отыр. Татулық пен бірлік болмаса, құрттай отбасын құруда өте қиын. Ал біздің осы 30 жылда жеткен жетістіктеріміздің бірі, ол біздің Қазақстанның татулығы мен бірлігі. Ол осы татулық пен бірліктің бағытында құрылған елбасымыздың құрған институты, ол Қазақстан Халқы Ассамблеясы. Бұл біздің 30 жылда жеткен тәуелсіздігіміздің жеткен үлкен жетістіктерінің бірі деп есептеледі. Себебі аузымыз бір болған жағдайда, бірлік болған жағдайда ғана біз өзіміздің тәуелсіздігінің тұғырын одан әрі ұстай аламыз.